Ерте заманда адамдар мен құстардың достығы мықты болыпты. Адамдар құстардың тілін түсіне алатын болған екен. Бір күні биік тауда өмір сүретін бүркіт аулайтын аң іздеп отырады. Бірақ ештеңе кездеспейді. Осылай отырғанда көзіне күн шағылысып ұйықтап қалыпты. Бір кезде құс қанатының даусынан оянып кетеді. Қараса, қаршыға жемтігін ұстаған екен. Оны көрген бүркіт қаршығаға қоқилана жетеді. Өзі жүгірген аң көре алмаған соң, өліп қалған аңды жемтік қылған қаршығаны тілімен түйрейді. Осылайша екеуі біраз сөзге келіп қалады. Олардың дауысын естіген барлық құс жиналады. Құстар екеуінің дауын шешіп бермек ниетпен арамыздан хан сайлауға жет деп түйеді. Құстар шықылдап, шулап кетеді. Барлығының хан болғысы келеді. Сол кезде бүркіт алға шығып, ешкім сендерге менен артық хан бола алмайды. Биікте менен жоғары самғап ұшатын құс жоқ дейді. Бірақ оған құстар келіспейді. Жоқ, керек емес. Сен өте тәкаппарсың. Сол себептен де биік құзда өмір сүресің деп қарсы болады. Жарғанат шығып, мен хан болғым келеді. Менің қанатым сендердікіндей жүннен емес, теріден, алыстағыны естіп отырам десе, оған көкек келіспей қояды. Жарғанаттың хан болуы мүмкін емес. Құстарға құспын дейді, аңдарға аңмын дейді. Оның үстіне түні бойы ұйықтамай ұшып жүреді де бізге ұйқы бермейді. Сендер үшін менен жақсы хан болмайды. Менің салған әніммен бүкіл жер беті және жасыл желек құлпырады. Құстар көкектің де сөзіне келіспей былай дейді. Көкек бізге хан болмайды. Ол өзінің балапандарына қарамай тастап кетеді. Осы кезде құстар арасында үлкен айтыс-тартыс туды. Әрбір құс өзін хан қылып сайлауды ұсынды. Құстар қатты шулап кетеді. Мұны естіп жоғарыда талдың басында сиқыршы қара қарға отырады. Ол: ақыры бір-біріңмен тіл табыса алмайды екенсіңдер, онда сөйлемей-ақ қойыңдар дейді. Осылай құстардың ауызбіршілігі болмағандықтан барлығы бірдей сөйлей алмай қалыпты.